Сәлем, достар! Бұл НС News. Мектептеріміздегі ең жарқын жаңалықтарды бөлісуге асықпыз. Сегодня мы расскажем о самых ярких событиях, которые прошли в школах Ниш. Готовы? Ендеше кеттік. НС-тің басты құндылығы қоғамға қызмет ету. Осы маңызды миссияның Талдықорғандағы зияткерлік мектеп оқушылары сәтті іске асырып келеді. Олар мұқтаж жандарға көмек көрсетіп, өздерінің азаматтық позицияларын айқын көрсетіп жүр. Школа продлила сотрудничество с центром Айналайн, организацией Байтерек и спецшколой-интернатом для детей с нарушением слуха и домом ребенка. Ученики уже 14 лет преподают детям языки, математику, робототехнику, а также проводят благотворительные акции и мастер-классы. Өскемендегі НС мектебінде 5-ші қайырымдылық балы өтті. Бал собрал более 400 участников, учеников, родителей и учителей. Но самое главное, все средства были переданы на лечение 11 детей из центра Демеу. Демеу орталығына шыққан балалар мен біздің оқушыларымыз кешті керемет деңгейде өткізді. Организаторы уверены, что эта добрая традиция будет продолжаться. Ал Атыраудағы зияткерлік мектепте берік отбасы жобасы жалғасуда. Недавно прошла 3-я встреча, где ученики обсуждали, как мотивировать детей. Бұл ата-аналар мен оқушыларға пайдалы пікір алмасуға мүмкіндік берді. А теперь о важном событии для школьного самоуправления. Петропавлдағы Назарбаев зияткерлік мектебінде оқушылардың өзін басқару аясында көшбасшылар форумы өтті. Эта встреча помогла участникам вдохновиться новыми идеями и перенять ценный опыт. А теперь о кадровых изменениях системы НС. Елорданың физика-математика бағытындағы НС жаңа директоры болып Жамбыржан Бекболатов тағайындалды. А заместителем директора ЦОП стала Сель Бисембинова. Поздравляем с новыми должностями и желаем успехов в работе. И, наконец, самые горячие новости. Еліміз бойынша 29.779 бала конкурстық іріктеуге өтінім берді. Бұл рекордтық көрсеткіш. Радмир, а ты знал то, что более 3000 учеников из сельской местности? Супер! Үміткерлерімізге сәттілік тілейік. И надеемся, что в следующем учебном году вы станете частью нашей огромной семьи Ниш. Ал енді болашақ технологиялар жайында. С 20 по 23 февраля в Алматы прошел крупнейший чемпионат Центральной Азии по робототехнике и дронам Алматы Техкап 2025. Мероприятие собрало более 3000 участников из свыше 10 стран, и команды НС вновь доказали свой высокий уровень подготовки. Алматыдан сәлем. Бүгін бізде Орталық Азия бойынша чемпионат өтуде. Осы жарыста кім Америкада Қазақстанның атын қорғайтынын бірге білетін боламыз. Бұл жердегі атмосфера өте керемет және қатысушылар өте жақсы дайындалған. Ендеше жарыс туралы бірге білейік. 3 команды из 2 Назарбаев интеллектуальных школ города Алматы победили в главной категории и теперь отправятся представлять Казахстан на мировой арене в Хьюстоне и в Африке. Ал Орал НС оқушылары рободизайн санатында бірінші орынға ие болып, Австралияда өтетін чемпионатқа жолдама жеңіп алды. Сондай-ақ НС ақтау оқушылары жүлделі орындарға ие болды. Бұл апта осындай ерекше жаңалықтармен есте қалды. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки. Погоди, ты забыла про комментарии, их тоже нужно написать. Пока-пока.